Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге қысқаша фильм арнасы. Ал бүгін мен сізге Мегапаук фильмі туралы айтып беретін боламын. Егер де бұл видео ұнайтын болса, лайк басып, жазылып, қолдап кете аласыз. Сіз үшін бұл бірнеше секунд болар, ал біз үшін 1000 оқырман мақсатына үлкен қадам. Фильм бізді қираған қаланың кадрларымен қарсы алады. Армия бір жерге жоғары, дәлірек айтсақ, тікұшақты сындырып жатқан алып өрмекшіге оқ жаудырады. Бізге 2 күн бұрын оқиғаны көрсетеді. Алекспен танысып қойыңыз, ол жергілікті дезинфекциялаушы. Оны Джек Хэррисон ханым құшақтап паразиттерге апаруды шешеді. Содан кейін ол қандайда бір затқа сөйлеп жатыр. Соңында ол мармеладпен және бұтақтарсыз бірдеңе береді. Кенеттен оның иығында өрмекші жүгіріп бара жатады. Алекс, бұл өрмекші улы, қозғалмау керек және ол өзі төмен қарай сырғып кетеді, дейді. Бірақ Джефферсон мүлдем басқаша ойлайды. Сөйтіп ол жергілікті ауруханаға түседі. Ол өзіне не болғанын айтқысы келмейді. Бұған жауап ретінде қыз оны клоун деп атайды. Мәйітханада сумканың ішін бір нәрсе аша бастайды. Дәрігер бұның бәрін байқамайды. Сөйтіп бұл өрмекшінің тірі тағамына айналады. Рас, келесі кадрда ол шошып келеді. Және біреу оны қалай тістегенін айтады. Күзетші бұл тістеген мысық немесе маймыл болуы мүмкін деп болжайды. Содан кейін Алекс бұл өрмекші болуы мүмкін деп жауап береді. Және сіз өзіңізді өрмекшінің орнына қойып қоюыңыз керек. Өрмекші сияқты ойлана бастаңыз деп жауап береді. Осы уақытта тас жолдың бір жерінде ауруханаға бара жатқан әскери машиналар өтеді. Алекс өрмекшіні табу үшін мәйітханаға барады. Олар кейбір қалдықтарды табады. Күзетші бұған Спайдерман маймылының қатысы бар дейді. Алекс секіргішті алып өрмекші сияқты ойлауға тырысады, өрмекшіні табуға тырысады. Сөйтіп олар желдеткішті бұзады. Ал Алекс күзетшіден желдеткішке кіруді сұрайды. Бірақ ол бас тартқандықтан ол жерге өзі баруды шешеді. Әскер қазірдің өзінде клиниканы тексеріп жатыр. Қосымша олар кездейсоқ нысанды осы ауруханаға жіберді. Ал бір палатада өрмекші жаңа азығын байқап қалады. Мұның бәрін ата көреді және батырманы басуға тырысады, бірақ тым кеш еді. Сөйтіп ол да тіске басарға айналады. Алекс болса желдету арқылы жасырынып өтіп жатыр және үлкен тор жаққа шығады. Фонаригі сөніп қалады. Ал көзінің керемет интеллектінің арқасында Алекс оттықты жағады. Сөйтіп бір бөлмеге жетеді. Әзірге әскерилерге ғалым өрмекші қазірдің өзінде 4 есе өсуі керек дейді. Және ол геометриялы түрде өседі. Демек, әр 4 сағат сайын ол 25%-ға артады. Алекс осы уақыт бойы әскерилердің жағында болғанын анық көрсетеді. Және де ол білгенінің бәрін айтып беріп жатыр. Өрмекші алаңдату үшін банканы лақтыруды шешеді. Мұндай трюк үшін Алекс өрмекшіге бірнеше тиын лақтырып жібереді. Өрмекші қазірдің өзінде Алекске шабуыл жасай алады, бірақ оның уақытында періштесі қорғады деп айтсақ болады. Содан кейін өрмекші сол тиын арқылы бомж адамды ұстап алады. Сөйтіп оны өзінің азығына айналдырады. Ал сол күзетші Алекске Робин Бэтмен үшін қандай болса, қысқасы, сенің қасыңда мықты досың боламын деп айтып жатыр. Теледидарда қазірдің өзінде үлкен өрмекші бар репортаж таратылуда. Ал ғалым болса дамудың 3-ші кезеңі басталғанын айтады. Келесі кадр Алекске ауысады. Ол бұл қандайда бір алып черная вдова деп айтып жатыр. Бұлар бұл өрмекшіні қайдан іздеуге болатыны туралы жақсы ойы бар. Ал бір жерде арнайы бір топ канализацияға кіріп жатыр. Ол жерде олар өрмекшінің ұясын таба алды. Олардың алдын ала есептеулері бойынша 20-ға жуық өрмекші жіптері бар. Ғалым өрмекшінің тағы да бір рет өрмек тоққанын байқайды. Бұл операцияны алыстан Алекс бақылап тұр. Және ол қоңырау шалып, өрмекші ұсталды ма деп сұрауды шешеді. Осыдан кейін Джо өрмекші ойын-сауық кешені орналасқан тауда болуы мүмкін деп болжайды. Бірінші құрбан әдеттегідей ата болды. Дроннан өрмекшіні байқаймыз. Және ол қазірдің өзінде бүкіл ағаштың көлеміндей. Алексті полицейлер тоқтатады, ал Алекс $12 көлемінде ақша ұсынады. Кенеттен хабар радио арқылы беріліп, полиция қызметкері оларды жіберуге мәжбүр болады. Өрмекші қазірдің өзінде оның жолына түскендердің барлығын қуып жүр. Бірақ әдеттегідей үлгеріп келген Алекс өрмекшіні құлатады. Құлатпақшы болған негізінде. Сөйтіп келгенде ол жай ғана одан қашып кетеді. Ал өрмекші оның артынан жүгіреді. Оларды үнемі әскери тобы бақылап отырды. Олар сондай-ақ оған қоңырау шалып, олардан бірнеше метр қашықтықта ұңғыма бар екені туралы ескертеді. Бірақ Алекс оның нені білдіретінін түсінбей және одан ары қарай жүріп кетеді. Әскерилер барлық қарулардан оқ ата бастайды. Бірақ бұл оқтар өрмекшіге зиянын тигізбеді. Себебі өрмекші машинаны қалқан ретінде пайдалануына байланысты. Және оларға лақтырып жібереді. Содан кейін әскери жүйені бір секіріспен секіріп өтеді. Әскери отряд оның соңынан қуып жөнеледі. Мұны бейне түсіру арқылы түсінуге болады. Өрмекшінің қайда жүргенін таба алмай жатыр. Камералар болса жоқ.
Генерал термогранаттарды қолдануға бұйрық береді, бірақ кішкене мәселе бар. Өрмекші бүкіл отрядтарды жойып жіберді. Бірақ Алекс әдеттегідей көмекке келеді және қызды босатады. Бұтаның арасынан Санчо Панша зеңбірекпен жүгіріп шығып, өрмекшіні қуып үлгереді. Бұл сәтті отряд пайдаланып көлікке қарай жүгіреді. Бірақ өрмекшінің басқа жоспары бар еді және ол қызды орап тастайды. Жергілікті штабта ғалым өрмекші жақын арада 5-ші кезеңге өтетінін айтады. Алекс бұл нені білдіргісі келетінін білгісі келеді. Бірақ оның естігені оған ұнамайды. Ғалым бұл инопланеталық арахна, яғни бөтен аномалияға өтеді екен деп айтады. Бұл микроорганизмдермен тікелей Марстан өту кезінде болады. Ал бұл бүкіл әлемді тамақтандыруға ойлап тапқан алып қызанақтың кесірінен. Ал алып өрмекші кездейсоқ түсініспеушіліктерден болған. Қызанақтағы тәжірибе кезінде өрмекші кездейсоқ қызанақтың арасына тығылып, өсу гормонын да алады. Алекс өрмекшілердің мәнін түсінетінін айтып, өрмекші елді мекеннің жанында ұя салмайтынын айтады. Бірақ шын мәнінде өрмекші жергілікті Қытай ауданында жүреді. Содан кейін ол жергілікті мэрия ғимаратына көтеріледі. Бірақ бұл ғимарат оған онша ұнамады және жергілікті зәулім ғимаратты тапты. Яғни біз сол фильмнің басына қайта оралдық. Осы уақытта әлем тікұшақтан лейтенант Брентті байқай алады. Бұл ақпарат Алекске беріледі. Ал генерал Алекске кілтті беріп, лейтенантты құтқару үшін 24 минут бар екенін айтады. Жолда Санчо Панчо өрмекшіні өртеуді ұсынады, бұған Алекс келіседі. Осы үлкен шырпыны қолдану арқылы. Ал генерал болса, олардың 60-ші қабатқа көтерілуге 10 минут қана уақыт қалғанын айтып тапсырады. Бірақ олар көліктің қалай істен шыққанын түсіне алмай қалды. Сөйтіп Алекс күйзеліп кеткен кезде ол музыкадан күш алып, Санчо Панчо сезімін тудырады және екеуі өрмекшіге қарай бет алады. Құдайға шүкір, лифт болса әлі де жұмыс істеп тұр. Және бұларға керек қабатта және еденде барлық жерде өрмекші жіптері бар. Бірақ солай болса да олар лейтенантты тез босатады. Мұндағы кеңсе қызметкері өрмекшінің тағамына айналады. Омега өрмекшіні құлатады және ол төменге қарай құлайды. Барлығы жеңісін тойлап жатқанда өрмекші есін жинайды. Ал Санчо Панчо болса Алекске қарай қолындағы үлкен қаруымен бірге жүгіріп келеді. Сөйтіп 6-ші кезеңге ауысқалы тұрған өрмекшіні жарып өлтіреді. Кино осымен аяқталады. Құрметті көрермен, бұл шығарылым сізге ұнады деп үміттенемін. Бұл туралы комментарийде өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сіздерді қызықты шығарылымдар күтеді. Келесі кездескенше.